Сәлеметсіздер ме, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге ақша көп тапқан әйел туралы әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің тарихым Мексика сериалдарынан да асып түседі. Тұрмысқа шыққанымның өзі қызық. Каспийде қазіргі Алму сырттай оқып жүргем. Өзім Тараз қаласының қызымын. Таразда ол кездегі аты Жамбыл болатын. Мектепте сабақ беріп жүрдім. Соңғы рет сессияға диплом алуға Алматыға келдім. Алматыда ең үлкен әпкем тұратын. Ал мен үйдің кенжесімін. Бәрі үйлі жайлы тұрмыс құрмаған мен ғана едім. Анамның көзі тірі кезі. Әкем ертеректе қайтыс болған. Тұрмысқа шық деп миымды жейтін. Ал мен кісі киік болдым да, маған жігіт жоламайтын. Сөйтіп диплом алуға келдім. Мен келгеннің күнінде ертеңсіне әпкем әңгіме бастады. Осында Жездеңнің бір туыстарының баласы бар, Ерлан деген. Сондай тамаша жігіт. Ол да сен сияқты сырттай оқиды политехта. Осы сенбеде Жездеңнің жұмыста жоғарылағанын жуамыз. Сонда ол да келеді. Бедіремей сөйлес. Қашанғы жүресің? Жасың биыл 23-ке келеді. Мамама да обал. Бар арманы сені құтты жеріне қондыру. Сенбі күні күйеу жігітпен таныстым. Сыпайы, сырбаз жігіт екен. Ертеңіне кешкі Алматыға қыдыруға шақырды. Киноға бардық, кафеге отырдық. Әпкем мақтаса мақтағандай-ақ жігіт екен. Үйдегілердің бәрі тұрмысқа шық деп миымды жегеннен кейін бе, әлде өзіме назар аударып, қыз ретінде қыдыртқан тұңғыш жігіт болғандықтан ба, Ерлан маған тұрмысқа шықшы деп айтпай-ақ тұрып-ақ ішімнен осы күйеуге шығамын мен, осы балаға тұрмысқа шығамын деп ойлап та қойдым. Ерлан да көп күттіртпеді. Танысқанымызға 2 апта болғаннан кейін үйленейік деді. Мен де қарсы болмадым. Ерланның қойған талабы қыз болсаң деді. Мен күдігің болса дәлелдеймін дедім. Сөйтіп екеуміз үйленбей тұрып жақындасуға келістік. Қазір қарап отырып сол кездегі өз қылығыма таңғалам. Жастық пекен, бәрі өң мен түстің арасында болғандай. Мен Ерланға ескерткем. Қыздығымның ізі қалған ақжайманы үйленгенше сақтап қоямын. Егер алдап кетсең, сотқа беремін деп. Содан Ерлан үйіне звондауға кетті. Ол Көкшетаудың жігіті үйіне үйленетінін айтыпты. Ертеңіне мен үйге звондадым. Телефонды жеңгем алды. Тұрмысқа шығам дебем, тұрған орнынан құлап қала жаздады. Құламағанда қайтсын? Үйден кеткеніме ай болған жоқ. Үйде жүргенде жігітпен қыдырып сөйлеспек түгілі үйден қуып шығара алмайтын үйшік болатынмын. Диплом алысымен Көкшетауға аттандық. Кішігірім мен келін болып түскен соң Ерланның әкесінің ағасы мен туысы әпкесі барып қайтты. Құдаласып кәделерін жасағанымен маған қалың мал бермеді. Себебі бізде ондай салт болмаған. Көкшетауда қызға қалың мал бермейді екен. Анам туған туысынан ұят болады-ау дегенмен қызыма қалың бермедіңдер деп жанжал тудырған жоқ. Марқұм анам ақылы, көшелі жан еді. Ерланның үйінде 10 күндей болып Алматыға оралдық. Ерлан бұрын жолдас баласымен бірге кіші станция пәтерде тұратын. Біз сол пәтерде қалдық та жолдасы жатақханаға көшті. Әпкем мені техникумға мұғалім қылып орналастырды. Ал Ерлан бұрынғы істеген зауытында істей берді. 2 жылдан кейін Ерланның жұмысынан кішкене ғана жатақхана берді. Сол жылы тұңғышымыз Айкүн дүниеге келді. Тағы 3 жылдан кейін үй берілді зауыттан. Бізге бәрі қызығатын, ешқандай қиыншылық көрген жоқсыңдар деп. Солардың көзі өтті ме, содан кейін өміріміз мүлде басқа арнаға ауысты. Айкүн 5-ке толғаннан кейін мектепке барар алдында бірдеңе үйренсін деп балабақшаға бермек болдық. Оған дейін Айкүнді Ерланның мамасы енем бақты. Сөйтіп медициналық тексеруден өткіздік. Қан тапсырып ек, анализі жаман деді. 3 рет өткіздік. Венасынан да алды. Толық тексеруден өткіземіз деп ауруханаға жатқызды. Топ-томпақ Айкүнім ауруханаға жатқалы көзі шүңірейіп жүдеп кетті. Дәрігерлер бірнесе ана жерінен, біресе мына жерінен піскілейді. Соны көріп қайтадан ғана осыларға көрсетіп ем, балабақшаға берем деп нем бар еді, тып-тыныш отыра бермедім бе деп өзімді жазғырдым. Диагнозы қоя алмай көп әуреленді. Бір күні мен ызаланып, сап-сау қызымды қанының анализі жаман деп піскілеп ауру қылдыңдар. Енді сендерді тыңдамаймын, қызымды алып кетемін дедім. Дәрігерлер де дал болды. Бас дәрігер осы аптада Москвадан білгір профессор келеді. Соған көрсетейік деді. Оған да көндім. Профессор ұзақ қарады. Анализдермен мұқият танысты. Сосын Ерлан екеумізді шақырып алды да, бекем болыңыздар, қыздарыңыз қатты сырқат. Қазір емдетпесеңіздер кеш болады. Егер емдетпесеңіздер
әрі кетсе 5-6 жыл ғана өмір сүреді деді. Соңғы сөзді айтқанда мен талып орындығымнан құлап түстім. Алматыдағы дәрігерлер Айкүнді емдей алмаймыз деп бірден айтты. Содан туған туыс ақша жинап беріп Айкүнді алып Москваға бардым. Айкүнді Алматыға келіп қараған профессордың қарауында болдық. 1 жыл ем қабылдағаннан кейін Алматыға кері қайттық. Мектепте баратын уақыт болса да Айкүнді мектепке бермедік. Өйткені ауруханадан әлсіреп шықты. Бұрынғы топ-томпақ асыр сап ойнайып жүретін Айкүн жоқ. Тамаққа тәбеті жоқ, ойнамайды да. Ілмейіп құр сүйегі қалды. Бір күні Айкүн өзінен өзі көгеріп талып қалды. Алдында профессор арасында приступ болуы мүмкін деп ескерткен. Сонда да қатты қорықтық. Дәрісін беріп едік, есін жиды. Осы приступтан кейін Айкүннің жағдайы бұрынғыдан да нашарлап кетті. Өзіміздің дәрігерлерден қайран болмағасын Москваға профессорға звондадым. Ол келіңдер деді. Елден қызараңдап, қуғалаңдап, ақша жинап, тағы Москваға тарттым. Профессор Айкүнді тексеріп қарады да, 1 жылы елімізден еш шипа болмапты. Қайта сырқат бұрынғыдан да асқынған. Бұдан әрі менің қолымнан ештеңе келмейді. Айкүнді емдесе тек шетелге емдей алады деді. Көз алдымнан жер шыр айналып жүре берді. Көзімнен аққан жас тыйылмады. Профессор жұбататын сөз таппады-ау деймін. Арқамнан 1-2 қақты да кабинетіне мені жалғыз тастап шығып кетті. Қанша отырғанымды білмеймін. Армансыз жыладым-ау. Сосын палатаға Айкүніме бардым. Қызым ұйықтап жатыр екен. Маңдайынан бір сүйдім де медбикеге мен барып ертеге билет алып келейін, әрі жолдасыма Алматыға звондап келейін деп тапсырдым да вокзалға тарттым. Метромен түскен соң вокзалмен 2 ара талай жер. Жаңбыр сіркіреп тұр. Көзімнің жасы мен жаңбыры қосылып бетімен су сорғалап келеді. Машина ағылып жатқан жолдан өте беріп ем, кенеттен бұрылыстан шыға келген есік пен төрдей ұзын машина мені сүйге келіп тоқтады. Машинаның екпіні мен жерге епе етпетінен түстім. Машинадан әдемі киінген шашы аппақ ер кісі атып шықты да мені орнымнан тұрғызды. Жас айғыздаған түріме шошына қарап, қатты құладыңыз ба, кешіріңіз, бірақ бағдаршамға қарамай жолды кесіп бара жатқаныңыз не? Қайта шофер сізді бірден байқап қалып, тежегішті басып үлгірді, ал егер үлгірмесе ше? Әлде әдейі өзіңіз өлгіңіз келді ме? Деп тергеудің астына алды. Жаны ашып қамқорси сөйлегеннен кейін бекен, әлде қайғымды бөлісетін жан іздегеннен бе, бейтаныс әлгі адамның иығына басымды қойып еңіреп жіберіппін. Ол мені жұбатып мәшинесіне әкеп отырғызды. Сол жерде мен оған жалғыз қызымның өлім халінде жатқанын, ал өзімнің оған титтей де көмек ете алмайтынымды, жалғызымның өмірі қу ақшаға тіркеліп тұрғанын жылап отырып баяндап бердім. Ақшашты адам ойланып отырды да, маған опа бермеген ақша сенің жалғызыңа өмір сыйлайтын болса, ал онда деді де, машинасының ішінде кішкене шкаф тәріздес қара бірдеңе тұрған, соның кнопкаларын басты да, ішінен бірнеше бума көк ала қағазды алып маған берді. Мен аңырап бұны қайтем деппін. Ана кісі күлді де, мұны бұл $1 дейді. Американың ақшасы, қызыңды шетелге емдетуге апарасың, осындай ақша керек болады деді. Сіліктей ұзын машина мені вокзалға апарып түсіріп кетті. Сол жерден Алматыға билет алдым. Ерланмен де сөйлестім. Тек бір кісінің $1 бергенін айтпадым ішімнен. Шетел ақшасы емес, мүмкін жай ғана қағаз шығар. Ешкімге жар салмай тұра тұрайын деп ойладым. Дегенмен Москвадан аттанарда ақ шашты берген қағаздың біреуін профессорға көрсетіп едім. Оның көзі бақшиып кетті. «Мынау $1 ғой, қайдан алдың?» деді. Сөйтіп Москвадан шын ақша екеніне көзім жетіп, көңілімді демеп қайттым. Ерланның $1 дегеннен хабары бар екен. Ақшаны өзі санап $50,000 екен деді. Содан Айкүнді алып 2 айдан кейін Германияға жол тарттым. Дрензендегі клиникада емделді. Мен қасында 3 айдай болдым да Алматыға қайттым. Қайтарымда біраз киім-кешек, ұсақ-түйек заттар алып едім. Таныстарым бәрін талап алып кетті. Заттарымның 3 есе құнын шығарып алдым. Жұмысымнан өз арызыммен шықтым да қайта кеттім Дрезенге. Айкүн емделген 2 жыл ішінде осылай арасында сауданы кәсіп еттім. Айкүнім Құдайға тәуба, Германиядан құлан таза айығып шықты. Тек емдеген дәрігері, мүмкіншіліктерің болса, 1 жылдан кейін тағы бір көрініп кетсеңдер дұрыс болар еді деді. Айкүн мектепке барып жүрді. Уақытында мектепке бармай қалғаннан мен оны үйге каникулда өзім оқытқам. Сондықтан қатарынан қалған жоқ. Емтихан тапсырды да бірден 2 классқа барды. 1 жылдан кейін тағы да бардық Дрезенге. Толық тексеруден өткізіп,
Айкүнім сырқатынан құлан таза айыққан деді. Содан көңілім орнығып, қайтарда бар ақшамны зат алдым. Бұрын қандай жағдай болады деп ақшаны қысып ұстап, көп зат алмай жүргем. Заттарым тағы да тез өтті. Пайдасы барын көргеннен кейін шетелге барып тауар әкелуге білек сыбана кірістім. Челнок дегендердің алғаш шығып жатқан кезі. Мен сол алғашқылардың бірі болдым. Жағдайымыз әжептәуір түзеліп қалып еді. Қысқарту деген бәле келіп, Ерлан жұмыссыз қалды. Мен шетелден тауар тасимын, оны базарда тұрып сататын адам қажет. Сондықтан Ерлан қысқарып қалғанына аса қиналған жоқпын. Ол базарға шықты. Бірақ сауданы үйлестіре алмады. Біресе тауарын ұрлатып, енді бірде сатып алушыға ақшаны артық қайтарып, ретке жем болып, әбден шығынға баттық. Ерланнан саудагер шықпайтынын көргеннен кейін базарда сауда жасағанға басқа адам жалдадым. Ерлан үйде Айкүнге бас-көз болып отырды. Мен тек базармен шектеліп қоймай, пәтер сатып алдым. Оны жөндетіп, дүкен аштым. Ерлан талай жерге барды, жұмыс іздеп таппады. Байқағаным, мен ақшаны көп тапқан сайын оған ұнамай барам. Мені кекетіп, мұқатып отырғаны, тарылып, Айкүннің неше түрлі кигенін де сөйлейтін болды. Мен оған саған ақша таппадың деп сөйлеп жатқаным жоқ. Тыныш отырсайшы десем, маған сен ақша тапқалы өзгердің, мені күйеуім деп сыйламайсың деді. Сөйтіп 2 күннің бірінде тәжікелесеміз. Содан оның да менің де жүйкеміз жұқарды. Ақыры ажырастық. Үй 12 болғандықтан өзіміз басқа пәтер сатып алдым да қызым екеуміз көшіп кеттік. Қазір 3 дүкенім, 1 асхана, 1 кафем бар, астымда машина. Өзіміз тұратын 4 бөлмелі пәтерден басқа қызыма тағы 3 бөлмелі пәтер алып қойдым. Ерланнан кейін өзіммен 2-3 жас кіші біреуге көңілім құлап еді. Ол менің ақшама бастан аяқ киініп, астына машина мінгеннен кейін маңқыт аузыңа саңқыт деп тайып тұрды. Содан кейін еркек атаулыға сенбеймін. Ұққаным, еркек ақша табатын әйелді ұнатпайды. Сондықтан айымдар бизнеске бел шеше кірісер кезде ақша табудың жолына түссеңіздер, күйеулеріңізден айырылып қалуларыңыз мүмкін екенін ұмытпағайсыздар. Ақша мен күйеудің бірін таңдаңыз, себебі еркектер ақшалы әйелге әйел деп емес, ақшалы қап деп қарайды. Сізден көргенін алып болғанда ғана махаббаты деген сөнеді. Соңғы кезде шүйіркелесетін адам іздеп, баяғы Ерланмен тұрған кезде сағынып жүрмін. Ақшашты ақша сыйлаған кісінің маған опа бермеген ақша саған бақыт сыйласа ала ғой деген сөздерін есімнен кетер емес. Құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.